Шығыс Қазақстан технология колледжі Дайырханова Қымбат Есболқызы, химия пәнінің оқытушысы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз алкандардың қасиеттері. Сабақтың мақсаты алкандардың химиялық қасиеттері мен қолдану туралы жалпы түсінік беру, алкандар туралы білімдерін ойлау, есте сақтау дағдыларын дамыту, тапсырмаларды орындай отырып ұқыптылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу. Жаңа сабақты бастамай тұрып, үй тапсырмасын қайталап алайық. Бірінші сұрақ. Қаныққан көмірсутектің жалпы формуласы қандай? Екінші сұрақ. Алкандардың гамолы қатарын атаңдар. Үшінші сұрақ. Изомер дегеніміз не? Осы сұрақтарға сіздер толық жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Жауаптарыңызды тексере отырып және қайталап отырыңыздар. Алкандар. Қаныққан көмірсутектер парафиндер деп атаймыз. Алкандар. Көміртектің барлық атомдары дара, сигма байланыспен байланысқан. Жалпы формуласы CnH2n+2. Алкандардың гамолы қатары. Ең бірінші өкілі метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Изомер. Изо және грекше мерос үлесі бөлігі. Құрамы мен молекулалық массасы бойынша бірдей, бірақ структуралық формуласы әртүрлі. Физикалық және химиялық қасиеттері әртүрлі болады. Изомерлердің барлығы бутаннан басталады. Сабақ жоспары. Үш сұрақпен танысасыздар. Бірінші сұрақ. Алкандардың физикалық қасиеті. Екінші сұрақ. Алкандардың химиялық қасиеті. Үшінші. Алкандардың қолдануы. Бірінші сұрақ. Физикалық қасиеттермен танысасыздар. Метаннан бастап бутанға дейін газ заттар. Қайнау температурасы -162. Балқу температурасы -183. Пентаннан бастап пентадеканға дейін сұйық заттар болады. Қайнау температурасы 36 градустан басталады. Балқу температурасы 130 градус. Гексадеканнан бастап барлық заттар қатты заттар болады. Қайнау температурасы 280 градустан басталады. Балқу температурасы 20. Салыстырмалы молекулалық массаларының өсу ретіне қарай қайнау, балқу температуралары артырады. Екінші сұрақ. Химиялық қасиеттері. Оттекпен әрекеттесу процестерді жану процесі деп атаймыз. Ауада жанғанда алкандар жанып, көмірқышқыл газы мен суға айналады және көп мөлшерлі жылу бөлінеді. Мысалға, метан қосылған оттек түзіледі, көмірқышқыл газы және су. Пентан оттекпен әрекеттескен кезінде түзіледі, көміртек қышқылы және су. Галогендеу реакциясы, немесе оны орын басу реакциясы деп атайды. Галогендерге нені жататынын қайталап өтейік. Фтор, хлор, бром, йод, астат. Осы барлық элементтер реакция өтуде индекс 2-мен жазылады. Мысалға, метан қосылған хлор 2 түзіледі. Хлор метан және тұз қышқылы. CH3 хлор, хлор метан, газ тәрізді зат. Тоңазытқыш қондырғыларында қолданады. Нитрлеу реакциясы. Алкандарды 140 градус дейінгі қыздырылған кезде сұйытылған 10% азот қышқылымен нитрлеу реакциясы жүзеге асырылады. Сутегі атомы нитро тобына ауысады. Михаил Иванович Коноваловтың реакциясы деп атайды. Мысалға, метан қосылған азот қышқылы түзіледі нитрометан плюс су. Изомерлену реакциясы. Катализатордың әсерінен қыздырылған қалыпты құрылымдағы көмірсутектер изомерленеді. Осы жағдайда алюмин хлориді катализатор болып табылады. Бутаннан 2 метил пропан алынады.
Осы заттар жаңғыш заттар болып табылады. Ыдырату реакциясы. Мысалға, деканды 500 градуста ыдыратқан кезінде пентан және пентен түзіледі. Екінші мысал, деканды 500 градуста ыдыратқан кезінде бутан және гексен түзіледі. Бұл процесс термиялық крекинг деп аталады. Ағылшын топырақ жарылу, бөліну. Пиролиз реакциясы. Температураның жоғарылауымен органикалық заттар толық көміртекке және сутекке ыдырайды. Бұл процесс пиролиз деп аталады. Мысалға, метан ыдыратқан кезінде түзіледі көміртек және сутек. Бұны картрижде қолданады. Дегидрлеу реакциясы. Қыздырылған алканды платина немесе никель катализаторын өткізгенде сутекті бөлуге болады. Бұл процесс дегидрлеу деп аталады. Мысалға, пропаннан пропен және сутекті алуға болады. Конверсия реакциясы. Мысалға, метан қосылған су түзіледі көмірқышқыл газы және сутек. Бұл табиғи газды сумен өзара әрекеттесу көміртек оксиді мен сутегі қоспасы түзіледі. Бұл қоспаны синтез газы деп атайды. Ол көбінесе бөлінбейді, бірақ әртүрлі органикалық заттар алу үшін қолданады. Алкандардың қолдануы. Отын ретінде қолданады. Іштен жанатын двигательдердің отыны болып табылады. Алкандардың қолдануы картрижде қолданады. Резина алуға болады. Типографиялық бояуда. Еріткіш заттар, тоңазытқыштарда қолданады. Метанол алынады. Ацетилен. Тақырыпты бекітуге арналған тапсырма. Химиялық реакцияны аяқта. Пропан сумен әрекеттескен кезінде не түзіледі? Пентан қосылған азот қышқылы не түзіледі? Бутан хлормен әрекеттескен кезде не түзіледі? Деканды ыдыратқан кезінде не түзіледі? Тапсырманды тексер. Пропан сумен әрекеттескен кезінде көмірқышқыл газы мен сутегі бөлінеді. Пентан азоты қышқылмен әрекеттескен кезінде нитропентан және су түзіледі. Бутан хлормен әрекеттескен кезінде хлорбутан және тұз қышқылы түзіледі. Деканды ыдыратқан кезінде пентан және пентен түзіледі. Келесі тапсырма. Органикалық заттарға жатпайтын артық затты тап. Сіздер дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Тапсырманы тексер. Артық заттар цинк, шаңышқы мен пышақ. Олар органикалық заттарға жатпайды. Бұлар металдар. Үй тапсырмасы. Пентанның броммен әрекеттесу реакциясы демделерін жаз. Галоген реакциясы. Соған қарайсыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.